Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Ананың қарттар үйіндегі қасіреті. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Әкем қайтыс болған соң, анамның да денсаулығы сыр бере бастады. Бұл үйде шешең тұрсын, не мен тұрайын, шаршатты әбден. Өткіз анау қарттар үйіне. Сол шешең үшін мына үйде күнде ұрыс. Берекеміз кетті. Шалының артынан неге кетпеді екен? Өткізбесең бала-шағаны жинаймын да кетемін. Қалыңдар шешең екеуің. Арада бір ай өтті. Әйелімнің қабағы ашылмады. Балаларды әдейі жылатады. Анама әдейі суыған шай, дәмсіз тамақ береді. Жұмыста болатынмын. Үлкен ұлым телефон соқты. Тез жетіңізші, өртеніп жатырмыз деп. Алып ұшып үйге жеттім. Анам өзі тамақ істеймін деп ас бөлмеде өрт шығып кетіпті. Жер үй болған соң сыртқа шығып үлгермепті. Әйелім де менің артымша келді. Болды, жетер. Құрт шешеңді. Бір күні мына түрімен үйді өртейді. Жап-жаңа мебелімді құртыпты. Бір жағынан әйелімдікі де дұрыс шығар. Біз үйде жоқ кезде жалғыз қалады. Ертең үйді өртеп жіберсе ше, одан да қарттар үйінде жағдайы дұрыс болады. Мен осы шешімге тоқтадым. Араға бірер күн салып анаммен сөйлестім. Бір-екі айға сізге санаторийге путевка алып келдім. Демалып, кішкене денсаулығыңызды түзеп қайтасыз. Маған осыдан жақсысы жоқ қой балам. Ол жерде жағдайым бола қояр ма екен? Сендер жұмыстасыңдар. Мына үйге де бас-көз болатын адам керек. Бәрін қойшы. Ол жаққа кетсем, кішкентай Беконтайымды сағынамын ғой. Беконтай деп отырғаны ең кішкентай немересі. Әжесімен бірге ұйықтайды, онсыз тамақ ішпейді. Екеуі бір-біріне сондай бауыр басып қалған. Ара айтып, бері айтып, ол кісіні ақыры көндірдім. Анамның 2 сөмке заттарын машинаға салып жатқанда, Беконтай әжесінің кетіп бара жатқанын көріп, қолынан тартып, кетпеші, кетпеші деп жылағанын әлі көз алдымда. Анам да оны қимай, бет орамалымен көз жасын сүртумен болды. Әжең докторға барып келсін қазір, сосын саған көп ертек айтып беремін. Құлыным сол, күтіп жүр, мен келемін. Бала жүрек әжесінің енді қайтып келмейтінін сезгендей, машинаның артынан біраз жерге дейін жылап жүгірді. Иә, періште жүрек бәрін де сезеді, бәрін. Анамды атың өшкір қарттар үйіне әкелгенде ғана қайда келгенімізді айттым. Беконтайым сонша жібергісі келмеген еді. Жақын адамның келмеске келіп бара жатқанын сезіпті ғой. Білемін балам, мен үшін келінмен көп ұрсатын болып кеттіңдер. Солай шешсеңдер көнемін. Қалдырып кет мені. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Беконтайды әкеліп тұрыңдар. Көзімнің тірісінде маңдайына иіскеп жүрейін. Ертең өлген соң. Мен есіктен шығып жүре бердім. Көлігіме жеткенше жүрегім қатты қысылды. Үйге келдім. Беконтай алдымнан жүгіріп шықты. Көзінен әжемді қайда апарып тастадың деген сұрақты байқадым. Әйеліме анамды қарттар үйіне өткізгенімді ұнады. Жаны жай тауып көңілді жүр. Соңғы бір айда жемеген тағамдардың түр-түрін істеп тастады. Бірақ тәбетім жоқ. Күрсіне берем. Анамның орны қатты біліне бастады. Беконтай әжесін күнде сұрайды. Бір күні оны әжесіне алып бардым. Бізді көре сала Беконтайды құшақтай алды. Құлыным, жарығым сол, тәтті балапаным, үлкен жігіт болып кетіпті өзі. Қарашы, әжең саған көп кәмпит жинап қойды. Мә, ала ғой ботам. Анам жастығының астына бір уыс кәмпиттерді алып Беконтайға берді. Жылап тұр, немересін көргеніне қуанғаннан. Кетерде Беконтай әжесінің қасында қаламын деп жылады. Әжесі жатқан кереуеттен жібермей ұстап жылап тұр. Беконтай, құлыным, сен үйге қайта бер, жарай ма? Мен ертең барамын. Ақылдым менің, үлкен жігіттер жыламайды. Қане папаңмен бара ғой. Үйге келген соң бұлай болмауы керек деп ойладым. Анамды қарттар үйіне керексіз адамды апарып тастадым. Не үшін? Әйелімнің сөзіне ердім. Кетем дегенінен қорықтым. Мен қорқақпын. Жоқ, қандай жағдай болса да, анамды қайта әкелуім керек. Осындай ойлармен 3 айдан аса уақыт жүрдім. Анамды көруге де бара алмадым.
Өзім басқаратын фирма банкротқа түсті. Оның арасында жалға алып істеп отырған дүкенімді тонап кетті. Тек сәтсіздік, тек шығын. Беконтай есік алдындағы талдан құлап, аяғын сындырды. Осының бәрі аз ғана уақыттың ішінде бірінен кейін бірі болып кетті. Бір күні жұмыста қағаздармен басым қатып отырғанмын. Телефоныма белгісіз номерден қоңырау келді. Көтердім. Өкініш тірідей өртеді. Енді кеш. Мен тым кеш қалдым. Тіпті жүрегінің соңғы соғысында естіп үлгермедім. Бақыл бол енді, анашым. Кеш мендей жігерсіз ұлыңды, кешіре гөр, анашым. Кеш мені. Кеш. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме әсерлі болса, сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылуды және комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.